Шымкенттен 40 шақырым жерде ерекше ескерткіш бар. Ол Қазығұрт тауының маңында, теңіз деңгейінен 910 метр биіктікте тұрған Нұх кемесі. Аңызға сүйенсек, 2000 жыл бұрын Нұх пайғамбар топан су басқан кезде осы жерден пана тапқан деседі. Жергілікті халық бұл төбені кеме қалған деп атайды. Яғни қайық тоқтаған жер деген мағынаны білдіреді. 2004 жылдан бері Алматы-Ташкент Самара бағытындағы автокөлікпен жүретін жолаушылар кемеге соқпай өтпейді. Тау басындағы кеме алыстан көзге түседі. Ал түнде шамдары самаладай болып жанып тұрады. Жолға шыққан туристер Қазығұрттың жанынан өтіп бара жатып, арнайы тоқтап, жоғарыға көтеріліп, төңіректі тамашалайды. Биіктен қарағанда тау жоталары мен шексіз шетсіз даланың таңғажайып көрінісі таңдай қақтыратыны анық.